Арыстықтар өңір мақтаныштарын құрметпен күтіп алды. Елордада тұңғыш президент күні қарсаңында Айбын 2021 7-ші республикалық әскери патриоттық жастар жиынының салтанатты жабылу рәсімі өтті. 2 айға жуық созылған жарыстың қорытындысы бойынша Арыс қаласының жастарынан құралған қос бірдей әскери патриоттар клубы Түркістан облысының намысын қорғап жүлделі орындарға ие болды. Атап айтқанда Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары мен облысқа қарасты өңірлерден құрылған әскери патриоттық клубтар арасынан Арыстық Барыс әскери патриоттық клубы бірінші орын иеленсе, Арыс әскери патриоттық клуб командасы екінші орынды қанжығасына байлады. Туркестанская область, военно-патриотический клуб Барыс занял первое место. Түркістан облысының атынан 3 команда қатысқан болатын. Ол Арыс қаласынан және Төле би ауданы, Созақ ауданы. Осы 3 ауданнан қатысқан әскери патриоттық клубтар бірінші орынға ие болып, патриоттар мекені номинациясын жеңіп алды. Біздің жастарымыз өзінің намысты екенін, жігерлі екенін көрсетіп, республиканы мойындатып қайттық. Өзімнің осы Барыс әскери патриоттық клубының жетекшісі ретінде жастарымызға толағай табыс тілеймін. Келесі жылда осы жарыстан гран-примен ораламыз деген ойдамын. Айта кетейік, осымен 7-ші рет өтіп отырған жарысқа 50-ден аса команда 2000-ға жуық оқушы қатысты. Жиын аясында әскери қолданбалы спорт түрлерінен жарыстар, Айбын дарыны зияткерлік ойыны, Айбын жұлдызы шығармашылық конкурсы және смарт сарбаз конкурсы өткен. Өте қуаныштымын. Пресс жарысында 1 минутта 79 рет жасап, үздіктер қатарынан көріндім. Айбын бізді достыққа, бірлікке шақырды. Ағайлардың арқасында осында үлкен жетістіктерге жеттім. Үздіктер қатарынан көрінгеніме өте қуаныштымын. Бұл үздік бұндай жетістікке жетіп тұрғанында қуанышымды сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Бәріне рахмет. Осылай күтіп алған апайларыма, ағайларыма көп рахмет айтамын. Түркістан Арысым, алашсың барсың, ура, ура! Жеңімпаздарды уақытқа қарамастан Арыс 2 темір жол станциясынан күтіп алған жанкүйерлер мен жүлдегерлердің жақындары ризашылықтарын жеткізіп, сый-сияпатымен қуантты. Балауса Оспан, Бағдат Қайратұлы, Арт ТВ жаңалықтары.